Басыңда бір сөз болды. Жоқ, олай емес. Бастапқыда сөз бостандығы болды. Мәні жағынан тамаша және қоғам үшін өте пайдалы құқық. Сіз бұл құқықтан айырылып қалуыңыз мүмкін екенін ойладыңыз ба? Мүмкін сіз бұл құқықтан айырылып қалған шығарсыздар. Біз бәріміз сөйлей аламыз және жаза аламыз. Мұны бізге бала кезімізде үйреткен болатын. Сонда үлкен өзгерісті іске асыру үшін қанша сөз қажет? Кейде 100 мыңдап болуы мүмкін. Мысалы кітаптарда, лекциялар мен семинарларда. Елді дүрліктіретін журналистік зерттеудегідей кейде ондаған мың сөз жеткілікті. Бірақ сөз бостандығынсыз бірде-бір сөз тіпті миллионда ештеңені өзгерте алмайды. Бүгін біз сөз бостандығының не екенін және оның адамзаттың дамуындағы рөлі туралы айтатын боламыз. Ду қол шапалақ. Біз бастаймыз. Біз өткен бейнероликте айтқанымыздай, адамның негізгі құқықтарының бірі. Алайда, басқа табиғи құқықтарға, мысалы өмір сүру және бостандық құқықтарына қарағанда, ол біршама кейінірек қалыптасты. Сөз бостандығы концепциясының қалыптасуы Еуропада ғалымдар философиялық және қоғамдық ойлар белсенді дамып жатқанда, ағартушылық дәуіріне сәйкес келді. Көп ұзамай ойшылдар сөз бостандығының өзін-өзі басқару үшін маңызды екенін және көптеген жақсылықтар беретінін түсінді. Мысалы, білімді адамдар мемлекеттің күн тәртібіне араласуға әрқашанда дайын болады, салауатты бәсекелестік қалыптасады, ал сын болса, қоғамда алға қарай жылжытады. Міне, ағылшын философы Джон Стюарт Милл сөз бостандығы мен цензура туралы былай деп жазды. Сөз бостандығына нұсқан келтіретін әрекеттердің ерекше қасиеті, олар кез келген жағдайда бүкіл адамзатқа, болашақ ұрпаққа да, қазіргі ұрпаққа да қудаланған пікірді бойына сіңдіргендерге қатысты ұрлық болып табылады және одан бас тартатындарға қатысты болады. Милл көзқарастары теріс болса да адамдарға бәрібір тыйым салмау керек деп есептеді. Өйткені цензура адамдарда шындықты анық көру мүмкіндігінен айырады. Сөз бостандығы мен оны қамтамасыз ету кез келген елде демократияның дамуының ең маңызды шарты екенін уақыт көрсетіп отыр. Сөз бостандығының іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін демократиялық әлемнің 3 тірегі Англия, Франция және Америка құрама штаттарының тарихына жүгінейік. 1689 жылы Англия парламенті адам құқықтарын жариялаған алғашқы құжаттардың бірі деп саналатын құқықтар туралы Билл заңын қабылдады. Парламентке мемлекеттік істерді талқылауға толық еркіндік берген сөз және пікірталас еркіндігі жаңашылдықтардың қатарында. Яғни, егер патша салықты көтеріп соғыс ашқысы келсе, немесе қазынадан көбірек ақша алғысы келсе, онда парламентарийлер корольге қысым ұйымдастыру арқылы бұл істі тез тоқтата алған. 100 жылдан кейін Францияда ұлы француз революциясының нәтижесінде адам және азамат құқықтарының декларациясы қабылданды. Құжатта пікір еркіндігі және өз ойы мен пікірінің басқаларға жеткізу еркіндігі жарияланған. Бұл жерде алайда егер азамат сол арқылы қоғамдық тәртіпті бұзбаса және заңда белгіленген жағдайларға сәйкес осы бостандықты асыра пайдаланбаса, ескертулер қолданылады. Бұл туралы кейінірек айтатын боламыз. Сондай-ақ, 1789 жылы американдық саясаткер Джеймс Мэдисон Конституцияға алғашқы 10 шақты өзгертуді немесе адам құқықтарын бекітетін Билл жобасын ұсынды. Бұл түзетулер пакеті 1791 жылы қабылданды. Америка құрама штаттарындағы журналистер кез келген адамның сырын аша алатыны ешкімге құпия емес шығар. Тіпті президент, күшті католик шіркеуі болса да. Сонымен, мұның бәрі Конгресте сөз және баспасөз бостандығын шектеу сияқты заңдар қабылданбауы керек деп жазылған түзетудің арқасында мүмкін болды. Егер азаматтар сөз бостандығының олардың қауіпсіздігіне кепілдік беретініне сенімді болса, онда олар өз билігінің әлсіз тұстарын ашық айта алады. Бұл шенеуніктердің көбірек жұмыс істеуіне және кемшіліктерді түзетуге, елді басқаруды жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл ұстаным барлық деңгейде жұмыс істейді. Мысалы, еліміздегі ең ірі қаланың әкімі өз туыстарының компаниялары миллиондаған долларлық тендерлерді ұтып алу үшін қызмет бабын пайдаланып жатса, ол бүкіл қаланың гүлденуі мен әл-ауқаты үшін емес,
отбасын байыту үшін әрекет ететіндігін білдіреді. Бірақ бақ жақсы зерттеу жасап, әкімнің әшкереленуін жариялай алмаса, бұл туралы ешкім білмейді. Сондықтан сөз бостандығы өте маңызды. 2020 жылдағы президенттік сайлаудан кейін Беларусь елінде наразылық шерулері өтіп, ондаған мың адам оның нәтижелерімен келіспейтінін білдіру үшін көшелерге шықты. Олар сайлаудың тағы да қазіргі президент Александр Лукашенконың пайдасына бұрмаланғанына сенімді болды. Милиция қызметкерлері бейбіт акцияларын қатыгездікпен басты. Азаматтық қоғамға қарсы бұрын соңды болмаған зорлық-зомбылық толқыны Беларусьтің тәуелсіз бақтарын шарпыды. Біздің Нива, Беларусь елінің бостандық радиосы, Политнавигатор және Тут.бай сияқты басылымдар бұғатталды. Кейін Тут.бай, Белсат телеарнасы және Nexta телеграм арнасы мүлдем экстремистік болып таңылды. Көптеген адамдарды бұл таң қалдырды. Өкінішке орай, беларустар әлі күнге дейін осы қорқынышпен өмір сүруде. Көпшілігі елден кетуге мәжбүр болды. Мыңдаған адамдар тергеуде және түрмеде отыр. Бұл авторитарлық режимнің шындыққа төзімсіздігінің өте жарқын көрінісі. Тағы бір посткеңестік өңіріндегі ел, Эстонияның тәжірибесі, Беларусь тәжірибесінің түбегейлі ерекшеленеді. Эстония сөз бостандығы рейтингінде бұрынғы КСРО-ның ғана емес, әлемнің басқа елдері арасында жоғары орындарға ие. Бұл ел қайта құрудың 80-ші жылдарынан бастап Бақ институтын қалпына келтірді. Эстондықтардың өздері мұны республика кезінде Кеңес одағына кіргенге дейін эстон қоғамында демократиялық дәстүрлердің болғанымен түсіндіреді. Тәуелсіздікті қалпына келтіргеннен кейін Эстония парламенттік елге айналды. Нарықтық экономика жағдайында елде саяси тақырыптарда репрессиядан қорықпай, еркін жазалатын жеке бақ ашыла бастады. Сөз бостандығы бұл лакмус қағазы. Ол арқылы мемлекеттің ашықтығы мен заңның сақталуының деңгейін анықтау оңай. Қандай да бір елде сөз бостандығы бұзылса, адамның басқа құқықтары да оңай бұзылады. Мұндай қоғамдарда кәсіпкерлер бизнестен айырылып қалмайтынына сенімді емес, ал жалпы азаматтардың жақсы өзгерістерге үміті жоқ. Мүмкіндігі барлар кетуге бейім болады, ал ел адам ресурстарынан айырылады. 2000 жылдардың басында ЮНЕСКО ел байлығының еркін баспасөзбен байланысы туралы зерттеу жүргізді. Елдердің экономикасын, ондағы баспасөздің орнын зерттей келе, ғалымдар журналистердің жұмысында шектеулер неғұрлым аз болса, соғұрлым ел бай болады деген қорытындыға келді. Және керісінше, журналистер қаншалықты қысымға ұшыраса, ол ел соншалықты кедей болады екен. Яғни, баспасөз бостандығы деңгейі мен жан басына шыққандағы жалпы ішкі өнім деңгейі тікелей байланысты. Сонымен қатар, жеке бақ, мейлі ол интернет басылым болсын, газет болсын, арна болсын, жұмыс орындарын ашатын, салық төлейтін бизнес. Күшті медиа нарығының дамуы үшін сөз бостандығы маңызды. Бұқаралық ақпарат құралдары қоғам үшін ең өзекті тақырыптарды былайша айтқанда, бүгінгі күннің тақырыбы бойынша өз ойын еркін жеткізіп, оны тиімді атқарса, мұндай бақтың аудиториясы артып келеді. Көрермен үшін бәсекелестік күрес туады. Бір сөзбен айтқанда, сөз бостандығы сіздің еліңіздің денсаулығына, қорғанысына және байлығына 100% қосады. Тәуелсіз Қазақстанның Конституциясында да өз пікірін білдіру құқығы жай қалмады. Еліміздің негізгі заңның 20-шы бабында былай делінген: сөз бен шығармашылықтың еркіндігіне кепілдік беріледі, цензураға тыйым салынады. Әркім заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен ақпаратты еркін алуға және таратуға құқығы бар. Бірақ мұнда сәйкессіздік туындайды. Конституциялық құрылысты күшпен өзгертуді, республиканың тұтастығын бұзуды, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұсқан келтіруді, соғысты, әлеуметтік нәсілдік, ұлттық, діни, таптық және рулық артықшылықты, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынуды насихаттау немесе үгіттеуге рұқсат етілмейді. Кейбір пікірлер таратылмаса, сөз бостандығы қалай жұмыс істейді? Сөз бостандығы адамның негізгі құқығы, бірақ ол абсолютті емес. Яғни, белгілі бір тақырып бойынша адамның өзіндік пікірі болуы мүмкін. Қорқынышты естілгенмен, бірақ кез келген адам нәсілшіл болуы мүмкін. Ал адам бұл пікір үшін жазаланбайды, өйткені бұл оның құқығы. Егер адам нәсілшіл мәлімдемелер таратса, ол басқа мәселе. Бұл жағдайда оны айтарлықтай нақты салдар күтіп тұр. Беделді тәуекелдерден бастап, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке дейін. Ендеше,
сөз бостандығының қай жерде шектелетінін енді қалай түсінуге болады деген сұрақ туындайды. Кез келген қоғамда бір ауыздан қабылданған консенсус бар. Мысалы, фашизмнің жаман екені, әр адамның намысы мен абыройы бар екені, қатыгез қылмысты ақтауға болмайтыны, әр елдің өз консенсусы бар болғандықтан, бұл туралы сөз жалғастыру ұзаққа созылар. Оған қарсы айтқандардың бәрі де елдің тыныштығы мен әл-ауқатына қауіп төндіретін мәлімдемелер де жекелеген адамдар тобы да сөз бостандығымен қорғалмайды. Негізі, бәрі түсінікті. Елестетіп көріңізші, сіз құрметті профессордың сөздерін естуге барасыз. Кенеттен, ол аудиторияны угидегі адамдарды өлтіруге шақыра бастайды. Иә, ол уги етіктерін киген адамдарды қорқынышты деп ойлауы мүмкін. Бірақ оны ұнататындарды зорлық-зомбылыққа шақыра алмайды. Бұл қылмыс. 2020 жылы Швейцария халқы референдумда гомофобияны қылмыс деп жариялады. Енді ЛГБТ қауымдастығының өкілдеріне айтылған кез келген дұшпандық сөздер тергеуге алынуы мүмкін. Бірақ жай ғана сөз бостандығын жариялау жеткіліксіз. Қараңыздар, шексіз тілшілер ұйымы жасаған дүниежүзілік баспасөз бостандығының индексінде биыл Қазақстан 180 елдің ішінде 155 орынға тұрақтанды. Үздік ондықтан алыстаған сайын сөз бостандығының жағдайы нашарлайды. Соңғы 30-дыққа Қазақстанмен бірге Өзбекстан, Беларусь, Қытай, Сомали сияқты елдер кірді. Рейтингте Норвегия бірінші орында, ал Эритрея, Шығыс Африкадағы Қызыл теңіз жағасындағы шағын мемлекет, соңғы орында. Дәл қазір осы елдердің қайсысында болғыңыз келеді? Шешім қабылдауды жеңілдету үшін біз сізге олар туралы көбірек айтып берейік. Норвегия әл-ауқаттың жоғарғы көрсеткіштеріне ие және жақсы өмірдің индексі бойынша және жеке қауіпсіздік бойынша жоғары орынға ие. Бұл деп отырғанымыз елдің барлық азаматтары жоғары табысқа, сапалы медицина мен білімге, қоршаған ортаның тазалығына сенімді деген сөз. Бұл елде азаматтық белсенділікке қолдау көрсетіледі. Норвегиядағы соңғы сайлауға сайлаушылардың қатысуы 78% құрады. Салыстыру үшін 2020 жылы Қазақстанда өткен парламенттік сайлауға ресми түрде сайлаушылардың 63,3% қатысқан болатын. Эритрея болса, сайлаушылардың рейтингі үшін бұл жарысқа тіпті қатыспайды. Ел тәуелсіздік алғаннан бері бірде-бір рет сайлау өткізілген емес, ал бұл 1993 жылы болған. Сонымен қатар, Эритреяда президент басқаратын бір ғана саяси партия бар. Бұл партия елдегі барлық нәрсені, соның ішінде экономиканы да басқарады. Сол себепті Эритрея әлемдегі ең кедей елдердің бірі шығар. Өздеріңіз түсінгендей, бұл екі елдің өмір сүру деңгейі, жұмсарып айтқанда, қатты ерекшеленеді. Шамамен ессіз Макстың әлемінен Кубриктің ғарыштық Одиссей әлемімен салыстырғандай ерекшеленеді. Ал сөз бостандығы осы жерде өте маңызды. Қазақстан рейтингінің 155 орнына оралайық. Мұндай көңілге жақпайтын нәтижелер біздің шенеуніктерді мүлде ренжітпейді. 2018 жылы Қазақстан бұл тізімде 158 орынға шыққанда, сол кездегі ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев шексіз тілшілер ұйымының рейтингін бір жақты деп атаған. Мысал ретінде, ол Қазақстаннан 12 позицияға озып кеткен Мексиканы келтірді. Саясаткердің айтуынша, 2000 жылдан бері Мексикада 140-қа жуық журналист қаза тауып, тағы 20-сы із-түзсіз жоғалған. Енді не істейміз? Рахмет. Қазақстан Конституциясы сөз бостандығына кепілдік беріп, цензураға тыйым салынатынына қарамастан, біздің елде сөз бостандығына қол сұғудың ресми және бейресми түрлері бар. Ресми тұлғалардан бастайық. Көп жылдар бойы Қазақстанда жала жабу үшін қылмыстық қудалау жүргізіліп келді. Қылмыстық кодекстің 130 бабы жала жабу журналистер мен блогерлерге қарсы нағыз репрессиялық құрал болды. Зейнолла Кәкімжанов журналистерге қарсы кейсі осы бапқа қатысты ең шулы істердің бірі болып табылды. Экс-қаржы министрі, қазір кәсіпкер Зейнолла Кәкімжанов Forbes Қазақстан мен Reuters.kz сайттарын оның беделіне нұсқан келтіретін жалған ақпарат таратты деп айыптады. Осыдан кейін екі ірі бақтың кеңселерінде, сондай-ақ олардың бірнеше қызметкерінің пәтерінде тінту жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде Алматыдағы медеу соты журналистерді олигархқа 50 миллион 200 мың теңге төлеуге міндеттеді. Нақты бұл журналистерге жала жабу және соттармен қорқыту ісі теңіздегі бір ғана тамшы тәріздес. 2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев президент болған кезде декриминализациялауды
және оны әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске ауыстыруды ұсынды. Оның алдында бірден жала жабу туралы 2 атушылы сот ісі қаралды. 2019 жылдың наурыз айында Петропавлдағы «Квартал» газетінің бас редакторы Елена Кузнецова ресейлік кәсіпкерлер Герман Мазур мен оның серіктесі Олеся Дацкоға жала жапты деген айыппен 1 жыл бас бостандығынан шектеу жазасын алды. 2019 жылдың қыркүйегінде Түркістан облысындағы азаматтық белсенді газет редакторы Амангелді Батырбеков қорлық көрсетіп, жала жапты деген айыппен 2 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылды. Оны Келес аудандық білім бөлімінің басшысы Бақтияр Әбдиев Фейсбукте жариялаған жазбасы үшін сотқа берді. Декриминализация жала жабу үшін қылмыстық қудалауды алып тастады. Яғни бұрын бұл үшін сотталған атанып, тіпті түрмеге қамалуға болатын болса, енді бұл әкімшілік құқық бұзушылық болып табылды. Жала жабуды қылмыссыздандыру 2017-2020 жылдарға арналған Шығыс Еуропа мен Орталық Азия үшін АОДО экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы Стамбул сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарының ұсынымдарына енгізілген. 2020 жылдың жазында Сенат жала жабуды декриминализациялау туралы заң қабылдады. Жала жабу қылмыссыздандырылғанына қарамастан, журналистер әлі де 200 АЕК көлемінде айыппұл төлеуі немесе 25 тәулікке қамауға алынуы мүмкін. Қазақстандағы баспасөз бостандығы әлі де жала жабу бойынша қудалау қаупінде. Өйткені, оның анықтамасы біршама уақытша және жеке анықтамаларға негізделген. Ақпарат беру және алу құқығы, сөз бостандығы мен сотта беделді қорғау арасындағы тепе-теңдікті сақтау қиын болып келеді. Ал енді бұған бақ, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы туралы заңның еліміздің түкпір-түкпірінде мемлекеттік тапсырыстың инесіне отыратын ондаған бақты қосыңыздар. Сіздер шаршаған және арықтаған 4-ші билікті көресіздер. Бұл Қазақстандағы сөз бостандығының алдында тұрған барлық қиындықтар емес. Енді сөз бостандығын бұзудың бейресми әдістері туралы, тосқауыл қоюға болатынның бәрін бұғаттау туралы айтатын кез келді. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердің жаппай бұғатталуы қазақстандықтарға 2016 жылдан бері жер митингтері аясында интернет кептеліп қалған уақыттан бері таныс. Одан кейін 2018 жылы Қазақстанда Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp желілерінің команда берілгендей күнде кешкісін өшіріп тастайтын. Бұл кезде персона нон грата номер 1. Әдетте Лондондағы жасырынған жерінен эфирге шығуды ұнататын. Сол кезде халықтың сандық сауаттылығының деңгейі өсіп, біз прокси сервер мен VPN дегеннің не екенін білдік. Уақыт өткен сайын сөз бостандығы рейтингілерін түзу жалғасуда. Ал қазақстандық қызметтер бұғаттау шеберлігін шыңдауда. 2019 жылдың көктемінде қазақстандық наразылық қозғалыс жаңа деңгейге көтерілді. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттіктен кетуіне, белсенділер Әсия Төлесова мен Бейбарыс Толмбековтың шындықтан қаша алмайсың деген баннер үшін қудалануына жауап ретінде болды. Бейбіт митингілерге шығу әрекеттері журналистердің жұмысына кедергі келтірді. Периметр бойынша ұялы байланыс пен интернет ажырап, қамауға алынды. Мұның бәрі бір ғана мақсатпен. Елде қазіргі билікті сынайтындардың бар екенін мыңдаған қазақстандықтарға көрсетпеу үшін жасалды. Сондай-ақ, Қазақстанда журналистер айналып өтетін айтылмайтын тақырыптармен қатар, олар туралы не жақсы сөз, не мүлде ешқандай сөз айтуға болмайтын, қол сұғылмайтын адамдардың тізімі бар. Бұл сіздер ойлағандай емес. Бұл шекарадан өткендердің бәрі қайта оралмайды. 2021 жылдың қазан айында белгісіз біреулер hola.kz тәуелсіз басылымының сайтын бұғаттады. Арада 10 күн өткен соң сайт бұғаттан шығарылды. Бірақ көп ұзамай hola.kz сайтының құрылтайшылары мен бас редакторы жобадан бас тартатындарын жариялады. Олар бұл шешімді журналистік ұстанымдарына қайшы келетін жаңалықты сайттан алып тастауға мәжбүр болғанымен түсіндірді. Оқырмандар сайттан 4 қазан күні осында бір тақырып болды деген тақырыппен жаңалықты тапты. Олар дәл осы мақала алып тастау керек болар деп болжады. Ал оның орнында Pandora Papers офшорлық компанияларына қатысты ауқымды тергеуге қазақстандық айыпталушылар туралы жаңалық шыққан еді. Осының барлығы Қазақстанның 2022-2024 жылдардағы Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне мүше болуына кедергі болған жоқ. Саяси және азаматтық бостандықтардың жай-күйін зерттейтін Freedom House үкіметтік емес ұйымы 2019 жылы
дүние жүзінде соңғы 10 жылда сөз бостандығы деңгейі төмендеп бара жатқанын атап өтті. Оған қастандық әрекет оңшыл популизм өсіп тұрған демократиялық елдерде де орын алуда. Оңшыл саясаткерлер ұлт мүддесін жамылып, демократиялық принциптерді кері итеруге тырысуда. Үкіметтер тәуелсіз бағытта шектеу үшін өте күрделі әдістерді қолданады. Мысалы, демократиялық елдерде бұл үшін саясаткерлерге жақын бағыттар белсенді мемлекеттік қолдау алады. Олар тиімді мемлекеттік келісім шарттар мен мемлекеттік ақпараттарға басым қолжетімділікке ие бола алады. Мұның бәрі баспасөз қоғамға емес, билік басындағыларға қызмет ету үшін керек сияқты. Бірақ консервативтік саясаткерлер мен авторитарлық жетекшілер нені ұстанса да, сөз бостандығының мәні халықтың игілігіне қызмет ету болып қала береді. Бір топ байлар емес, үкіметтер емес, қоғам, яғни сіз бен біз үшін. Тәуелсіз бақтарды қолдаңыздар, оларды оқыңыздар, және достарыңызға олардың жұмысы туралы айтыңыздар. Бұл қарапайым, бірақ қажетті қадамдар. Солай біз жеңіске жетеміз. Қазақстандағы сөз бостандығына қалай қарайсыздар? Бейне астындағы түсініктемелерде өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Және жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін арнамызға жазылуды, лайк қоюды және әрине қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға оқулық